12 жасқа толған балаларға арналған. Елдар Боранбек, Жамбыл облысы, Талас ауданы, Тамабек ауылында 1997 жылы 30 наурызда дүниеге келген. Облыстық халық шығармашылығы орталығының бас редакторы, республикалық облыстық жыр мүшәйраларының жүлдегері. Дін ғылымының анасы атты республикалық жазба ақындар мүшәйрасында бас жүлде, Сырда туған сырбаз ақын атты облыстық көркем сөз оқу шеберлер додасында бас жүлде, Шынның жүзі шераға атты облыстық мүшәйрадан бірінші орын, Өлең сөздің патшасы сөз сарасы атты республикалық жазба ақындар мүшәйрасының бас жүлде иегері. 2021 жылы Ақыл ойдың алғыр атты Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай өткен облыстық мүшәйраның екінші орын иегері. Жамбылдың жауқазын жырлары өңірлік жас ақындар кітабына өлеңдер енген. Жастық жыры атты жеке шығармашылық жыр жинағының авторы Талас ауданына 90 жыл мерекелік төс белгісімен марапатталған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде жаныңызды жадыратар жансусар хабары және мен Жұлдыз Бесек. Бүгінгі біздің қонағымыз облыстық халық шығармашылығы орталығындағы бас редактор ақын Елдар Боранбек. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Жалпы осының алдында жыр дүлдүлі, айтыс өнерінің дарабозы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойына орай өткізілген облыстық мүшәйрада сіз жүлде тұғырынан көріндіңіз. Құттықтаймыз. Рахмет. Сол мүшәйра туралы айтып берсеңіз, сізді жүлде тұғырынан көрсеткен өлеңді оқып берсеңіз. Енді жалпы бұл мүшәйра Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет архивтер және құжаттама басқармасы Шерхан Мұртаза атындағы руханият орталығының ұйымдастыруымен өткен болатын. Жақсы, үлкен дәрежеде өтті. Өйткені бір ерекшелігі қазір соңғы кездері енді көбіне жас ақындардың мүшәйрасы болып отырса, бұл жас ерекшелігіне қарамайды, жалпылама болды. 18 жас болсын, 60 жас болсын, жас талғамайды. Өзімізге белгілі, өңірге белгілі, қаламы қарымды журналист, ақын ағаларымыз жүлдеден көрініп жатты. Оның ішінде мен жалпы өзім екінші орын алдым. Менің алдымда бірінші орынды осы Баймағамбет Ахмет ағамыз бірінші орын алды. Осы Ақ жол газетінің ардагер журналисті, өздеріңіз білесіздер. Ал бас жүлдені Байзақ ауданының, ол кісі де үлкен кісі, тілші екен. Үшінші орынды Құрбанәлі Шақабай бауырымыз алды. Өздеріңіз білетіндей болды, жас ақын, өлеңдері бірталай кітапқа шығып жүрген. Өлеңімді оқып берейін. Тыңдайық. Жыр бұлағы деп аталады. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналып. Ғаламда мынау, қиырда қию ғаламат, қазаққа біткен азбеді ақын саламат. Солардың бірі Жамбыл ғой, жаһан таныған, жапаның ұлы, асыға күткен жамағат. Туылды сәби, батасын берді бір абыз, ақын болсын деп халқына мәшһүр бұл аңыз. Әкесі сонда батырда болса болмас бет, жаугершілікте еркінді тірлік қыламыз. Қабыл боп бата, айналды бала ақынға, өнері тарап, алыспен мына жақынға, шиыршық атқан тектінің сонда жырлары, зұлмат соғышта күш берді талай батырға. Парызы бекем, хақ жолындағы қастерлі, өлеңмен жойқын таңғылды тіпті бас келді. Құдайдың сыйы қазаққа біткен осынау жыр алымына бір ғасыр мәнді жас берді. Айтыстарымен айызын жұрттың қандырған, өнеріменен ортаны үстем жандырған. Өлең жырлары азық болды ғой ұрпаққа, сүйінбай бірі аманат етіп қалдырған. Өшпейді атың, мол мұраң барда мәрт баба, есімің менен астасып жатыр қарт қала. Ұрпағың барда өнерің өшпес, өзгермес, өзгеріп жатқан бүгінгі сән мен салт қана. 10 ақын шығады, кемінде қазір 100 ұлдан. Жамбылдың жері төрдеп өлең ұғынған, домбыра ұстап жыр бұлағынан су ішкен жерлестеріңіз көрінеді әркез тұғырлы. Теңіздей терең, жырлары жауһар жақұтты, өлеңмен өсіп, өлеңмен кешіп атыпты, ұрандап ұлтты, құрандап рухты оятқан, Жамбылды туған қазақтай халық бақытты.
Бәрекелді. Бақыр қазан қайнаса, бәріміздің бағымыз, туған жердің әр тасы біздің алтын тағымыз демекші, өзіңіз туып өскен өлке туралы айта отырсаңыз. Туып өскен жерім сол Талас ауданындағы Тамабек ауылы. Талай ақындар түлеп шыққан, жазушылар шыққан, талай еңбек ерлері, ардагерлер шыққан жер, аядай ауыл өзі. Сол ауылдан талай жазушы ақындар шықты. Мысалы айтатын болсақ, Рафаэл Ниязбек, Серік Томанов ағамыз, Шорабек Айдар, айтыскер ақын, Нарша Қашағанұлы, мынау анамның тілі айбыны үнім деп жырлап кеткен сатирик шоқ тілді Шона Смаханұлы атамыз. Айта берсек көп, белгілі қазір өңірде ақын өзіміздің Азамат Есал ағамыз да сол жердің тумасы, Амангелдінің. Көсемәлі Сәттібайұлы, журналист, ардагер жазушы ағамыз. Көп, енді бұл енді мен білетін 100-1% шығар. Сізді әдебиетке баулыған кім? Мені әдебиетке баулыған жалпы мынау ақындарға ұстазыңыз кім десе, жазушыларға негізі белгілі бір баулыған адам болмаса да, ол кісілердің жаңағы жиі оқитын, сол шығармасымен сырласатын, мұңдасатын, тілдесетін сондай бір тұлғаны ұстаз деп қабылдайды ғой. Сол сияқты енді өзіміз өскен өлкедегі әрбір атпал азаматтың өлеңдері мені баулады деп айта аламын. Өйткені сондай текті топырақтан шыққан жер, сол тумалардың ізбасар інісі болғаннан кейін олардың өлеңін, жырларын жаттап, әңгімелерін оқып өстік. Соларға қарап еліктедік, осындай бізде жазсақ, осындай болса өлеңіміз дегендей тамсандық, таңдандық. Одан берде де сол кісілер көріп қалса, өлеңімізді оқып қалса, жиі айтып жүретін, былай болса дейтін. Ал енді нақты бір шығармаларымды көп қарап, қадағалап, бүйтіп күзеп түзеп деген ешкім болған жоқ. Бірақ сондай маған бағыт бағдар берген, ақылдасқан адамның бәрін сол қалай айтсақ болады, кеңесші, рухтас адам деп айта алатын шығармын. Жазушы драматург Елен Әлімжан ағамыз бүгінгі ақындар прозаиктардың күйін кешіп отыр деген еді бір сөзінде. Демек, бұл енді ақындардың кітабының шығуына байланысты айтылған. Сіздің кітабыңыз шыққан ба? Кітап дейтінде енді бір ауыз толтырып айтатын дүние емес. Осы 2014-2018 жылдар аралығында бітірдім. Осы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін. Сол өзім оқып жатқан университет қабырғасында 4-ші курс оқып жатқан шағымда, яғни 2017 жылдың күз айы болатын. Қазан айында өзімнің ең алғашқы енді тырнақ алды туынды деп айтамыз ғой. Сол кезде жаңағы ұстазым облыстық қазақ драма театрының ардагер актері осы Асқарбек Сейілханов ағамыздың ұсынысымен, сол кісінің қолдауымен, енді ол кісілердің айтып отырмыз ғой, жаңағыдай осындай нәрсең шықса, осындай нәрсе болса деп әрбір айтқан жаңағы сондай сөздің өзі ол қолдау, соның өзі ұстаздық. Сол кісінің айтуымен жаңағы азды көпті өлеңдерімізді жинап, бас аяғы 57 өлеңді жинап, сол ол кезде Тармудың ректоры Махметқали Нұрғали Сарыбек сол кісінің қолдауымен, Асқарбек ағамыздың ұсынысымен, ұстаздарымыздың сол тырнақалды туындымыз алғашқы жыр жинағымыз шықты. Жастық жыры деп аталады. Жастық жыры шыққан кезде осы тағы да осы ардагер журналист әпкеміз Ғани Әлімбекқызы айтқан еді, өлеңдерің елдар кітаптың сыртындай жас өзің сияқты өлеңдерің өзің сияқты жас мөлтілдеп тұрған жас өлеңдер екен, жастықтың жыры екен деп расында. Сол енді кітап емес, кітапша дейікші. Ал одан кейін осы Асқар Исабекұлының кезінде жамбыл облысының әкімі ол кісінің қолдауымен жастар жылының аясында 2019 жылы осы Жамбылдың Жауқазын жырлары деген атпен осы өңірдегі жас ақындардың жыр жинағы шыққан болатын. Соның ішінде бірқатар осы 10-11 өлең енген болатын. Бәрекелді. Жалпы жеке жыр жинағыңызды шығару жоспарда бар ма? Иә, Құдай қаласа, осы жылы деп жоспарлап отырмыз, былтырдан бері. Енді біраз өнерді сүйетін, өлеңді сүйетін ағаларымыз жүрген. Сол кісілерде көп ұсыныс айтатын, бір шығарсаң қалай болады тағы да деп. Былтырғы жылдар айтатын. Оған енді
сан емес, сапа керек қой. Жазу керек, қарау керек, әлі де кітап деп айта алатындай және жұрт одан қандай да бір кішкене сусындайтындай өлең жырдан бір дүние болу керек. Солған жеткім келіп жатыр. Еңбектене береміз. Қашан солған болады, Құдай қаласа шығады. Негізі жоспарда бар. Бәрекелді. Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта деп. Сіздің өлеңдеріңізге кезек берейік? Туған жер туралы өлеңімді оқып берейін. Не екен сол өлеңді оқи бергім келіп, ауылға деген. Арманың іздеп аттанған алысқа талай ұлдарың, солармен бірге қап қойған ауылда мен де тұрмадым. Қаладан қамдап тірлікті қар баласына бойырдым. Жасырып қайтем шындықты, жасандылыққа тойындым. Мәрттігі бөлек қауымды сағынып тарттым ауылға. Көрмедім бірақ шаңымды өзгерген екен ауылда. Өзгеше өңді жанұялар, өзгеріп кеткен түрмілде. Арқамнан қаққан қариялар азайып қаттау бұл күнде. Терезесіне жан-жақтар темірден түйіп тор салған. Мен аттап өткен шырбақтар биік кірпішпен қоршалған. Табасы менен тостағын тастаған женге сүйікті бір. Есек мінгескен достарым темір тұлпармен жүйткіп жүр. Жол тосып ұзақ күзеткен, жырақтап мейлі кетсек те, талай ақынды түлеткен тозып кетіп мектепте жетіліп жатыр талай дүр. Ауылдан ұзап алыста, сағынбағаны қалай бұл, күтіп жүр бауыр таныста. Сағынған білем ауылда, жиі түсіме енеді. Құлаққа келер дауылда жылқының кісінегені. Баласын күткен даланың, құмына тұран құмартып, тыныштығынан қаланың, ауылдың шуы мың артық. Өлең болсын, проза болсын, жазу үстінде адам басқаға қарамайды, басқа нәрсеге жаңағы назар аумайды. Сол дүниенің ішіне кіріп кетеді ғой. Сөйтіп қандай да бір достар, отбасы болсын, туыстар болсын, солармен жаңағы контакты, байланысты үзіп қалатын шығар деп ойлаймын. Өйткені енді мен бір көпті көріп тастаған адам болса, бүйтіп өз басымнан өтпесе де, мынау шығармалардан білеміз ол кісілердің, ұлы жазушылардың, ақындардың сол дерттейтін сол шығар. Өйткені оның жаңағы түбіне терең бойлап кетсе шыға алмай қалатыны, басқаға назардың болмай қалатыны. Ал енді мен өзім енді расында үлкен ағаларымыз, әпкелерім сол айтады ғой, рас шығар, ақындықпен ауыру керек деп, ол ауру деп, жазушылықты да айтады, прозамен ауыру керек, ол дерт деп. Енді адам қалай қабылдайды сол ғой. Өйткені дәл мына қоғамда қазір ол дертті адамның дауасын түсіне беретіндей адамдар білмеймін енді. Ол жақсы сол кітаптардан ғана оқимын мен ондай кісілерді. Осы дертті екен, осындай, бірақ ұлы жазушы болып, ұлы ақындай арқасынан қағатын. Өйткені қазір заман басқа, қоғам басқа. Мен өлеңмен, жазумен ауырады екен деп, туыспен, бауырмен, отбасымен жаңағы жоғарыда айтқан байланысты, туыстық қарым-қатынасты үзіп қалуға болмайды. Сондықтан да енді мен жаңағыдай айтып жатырмын ғой, оның бәрі енді бізде жаспыз, уақыт өте келе тағы да басқаша пікір, ой түйсік қалыптасатын шығар. Бірақ негізінде менің ойымша ол әлемден де шығып, осы әлемдегі байланысты үзбеу керек деп ойлаймын, шын мәнінде. Поэзия, сөз өнері киелі, бекзада өнер дейміз, жан дүниеңнің айнасы. Жалпы өлеңде өтірік айта алмайсың, ал өмірде қаншалықты шыншылсыз? Мүлде өтірік айтпайтын адамдардың қатарынанмын деп айта алмаймын. Өтірік айтпаймын деген адамның өзі, өтірік айтпаймын десе, сол сөздің өзі өтірік шығар деп білем, кей адамдарша. Түрлі жағдайда өтірік айтады. Зиянсыз өтіріктер болады. Иә, зиянсыз өтіріктер. Енді шыншыл болуған ол біздің қасиет қой. Қазақтың қанында бір сабырлылық, шыншылдық. Оны бағалаймын, және өтірік айтқан адамдар алдау деген өз басыма шыны керек, ұнамайды. Ал ұнамаған нәрсені мейлінше, тиісінше өзге адамдарға қолданудан, оларға сондай дүние көрсетуден аулақ ұстауға әркез тырысамын. Жас ақынның қалыптасуына әдеби ортаның қаншалықты әсері бар?
Енді әдеби орта дейтіндей, мен бір өз әр өміріңізге жердің әдеби ортасын, әр жердің енді жалпы топ жүретін жаңағы өз жергілікті ақындардың осының ортасынан мен қарап отырсам табыла бермейді екен. Өйткені көбіне сол жалғыз ілікті жүрем. Бірақ Құдайға шүкір достарым бар, пікірлес, сырлас. Енді ол да бір мінезден, болмыстан шығар. Өйткені мен өлеңнің өзін жаңағыдай айтатыным бар, масхабқа бөлгім келмейді. Ана топ, мына топ, мына буын, ана буын деп, сондықтан да шығар. Осы алдыңғы аға буынның ішінде де, жас достарымның ішінде де көп осындай рухани байланыстағы кісілер көп. Ал енді әдеби орта өзім оқыған кітаптар ғой, Мұқағали Мақатаевтың кітабы көп томдығы, сол барлық өлеңдерін жиі оқимын, әлі де оқып тұрамын. Және сол Серік Томанов ағамыздың өлеңдері, Рафаэл атамыздың өлеңдері, жаңағы рух беретін, шабыт беретін. Білуімше, сіздің өлеңдеріңізге, шығармашылығыңызға Рафаэл Ниязбеков ағамыз пікірін білдірген екен. Демек, ол кісімен де қарым-қатынастасыз, жиі сөйлесіп тұрасыз. Иә, бұл кісі бір жағынан жаңағы жоғарыда айтқандай рухани ұстазым десем болады. Жай ғана ол кісілердің жаза түс, жаза бер деген, сен оны біліп тұрасың, санаңда, миыңда, бірақ сондай үлкен кісінің аузынан естіген өзі бір былайша айтқанда мотивация болып табылады ғой. Жиі ақылын айтып, осылай кісіге кейде өлеңдерге бағыт-бағдар беріп тұратын бар. Бәрекелді. Бүгінгі жас ақындарға не жетіспейді деп ойлайсыз? Айта алмаймын. Біраз уақыт өткеннен кейін айтатын шығар, мүмкін мүлде айта алмаймын. Өйткені ақындардың барлығын жақсы көріп, ананың өлеңі менікінен төмен, немесе мынандай нәрсе жетіспейді деп айтпаймын. Тек қана көбісі маған солай көріне ме, әлде білмеймін, бір әлемге кіріп кететін сияқты болды кейбіреулер. Жаңағы басқа ғаламшарда жаңағы тіл бітіріп атады, жансыз заттарға керек болса енді ренжімесін, темекінің түтініне де, айдың көз жасын ағызып қояды теңеулерінде. Менің пікірім енді, мен кем не деп жатқан жоқпын, бірақ ондай нәрсе ұнамайды, бірақ ұнамайды дегенде біраз адамдан сондайлар естимін. Өйткені енді буын саны да басқашалап әйтеуір. Кейде мен өзім түсінбей қалам. Сөйтіп түсінбей жатып, мен бірінші өзіме кінә артамын, сосын мен демек түсінбеймін, демек мен әлі менің ой өрем жетпейтін шығар деп. Сөйтсем бізден талай уақыт біз жаңағы алға шығып кеткен жақсы ағаларымыздың өзі біразы түсінбей жүр екен ол өлеңдерді кейіннен. Енді олардың уақыты шығар, қазір сондай өлеңдердің заманы шығар дейін десең, кәдімгі Құдай бере саған қазақтың қара өлеңін сырт тастай алмаймыз ғой. Мысалы, олар кететін болса, Мұқағали Мақатаев атамыздың өлеңі оқылыға бермейтін еді ғой қазірге. А болып кететін, А болып кететін, кәдімгі қара өлең ұйқасы, кезекті ұйқасы, шалыс ұйқасы болып бітіретін, кәдімгі қазақтың заңдылығында бар. Сондықтан да бүгінгі ақындар қоғам алдындағы өз парызын өтеп жатыр деп ойлайсыз ба? Енді қарап тұрсаңыз, бұрын жырауларымыз билікке қарсы шығып айтқан. Қазір ақындар қандай деңгейде деп ойлайсыз? Өз сөзін тыңдата ала ма халыққа? Ауыр, қызықты сұрақ екен, шынымен айтайын. Олай шындықты шырылдатып айтып, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деп айтып жатқан, өлеңмен Бұхараның базынасын билікке жеткізіп жатқан көрген жоқпын. Мүмкін мен көзіме көрінбеген шығар. Енді ол да мен бір нәрсе болса өзімді кінәлаймын. Бірақ көргем енді журналистика саласында айтып жатқандарын өздерінің сіз айтқан ақындардың осы өңірдегі жас ақындардың бір-екі рет куә болған айтып жатқан әлеуметтік желіде, әлеуметтік желіде деген қазір енді әлеуметтік желіде белсендісіз бе? Қазір енді мобильді заман болды қарап тұрсаңыз, бұрынғы заман емес. Иә, белсенді шығармын, өйткені салып отырамын өзім өлеңдерімді. Өзіміз серуендесек те, атқа мінсек те, аңға шықсақ та әлеуметтік желіден бір қазақтың тамашасы ғой, ол да бір
енді анау ел құсап жаңағы ананы жеп отырық, мынаны жеп отырық деп ондайға жоқ. енді бір жаңағы бір тамаша қазақтың бір ұлттық дүниелері, бір құндылықтары болатын болса, бір отбасылық бір нәрселер болатын болса, салып қоямын және өлеңдерімді салып тұрамын жиі. Ол ой пікірін білуім керек қой. Иә, дұрыс. Сүйікті шығармаңыз? Қабдеш Жұмаділовтің Тағдыр романы. Сосын Оралхан Бөкеевтің Апамның астауы, Тортай менен Ақбоз аты, Қасқыр ұлыған түні, Кер бұғысы. Жалпы Оралхан Бөкеев атамыздың білмеймін тек шығармалары енді тәтті ғой өте. Ол айтар едім осы тұста. Кез келген осы прозаға қызыққан, әңгіме оқығысы келіп жүрген жастар болса, енді Оралхан ағамыздың барлық шығармалары өте жеңіл кетеді. Тез қорытылады, және бір жүректі шымырлататындай сондай бір жаңағы нелері шарықтау шегі өте көп ол кісінің шығармалары. Барлық шығармаларында сондай жер бар. Замандастарыңыздан кімді мойындайсыз ақындардан? Нұржан Қадырәліні енді аға деп сыйлаймын. Ол кісінің әрқашанда сол облыстық Арай газетінде істеп жүргенде, ол кісі сол осы мәдениет және өнер бөлімінің сол бөлім басшысы болатын. Еңбек жолын сол Арай газетінде бастағанда, енді арқамыздан қағып, елдар сен осыны жасай аласың, сен осыны жаза аласың дегені үшін ғана емес, өнерінен бөлік азаматтық үшін де. Өйткені басқа әні дегенде ізеті бөлік, маған дегенде ізеті бөлік, сондай бір әрқашан жоқ демейтін, жаман демейтін сөзді айтатын бір жақсы азамат қой, азамат жігіт. Өлеңдерін жақсы көріп. Өлеңдеріңізге сын айтылды ма? Айтылды. Қарапайым ғана буын санының өзіне осы Ахметжан Өзбеков ағамыз ең алғаш сол студентпін. Сол кезде бірнеше өлеңдерім шығарып апарып берген. Ол кезде де сол жаңағыдай ғой, кафедрадағы жұмыс істеп жүрген ағайларымыз сол Асқарбек Селиханов ағамыз осындай ағаң бар. Ол кезде Ахметжан ағаны танымай, Ахметжан Өзбеков деген мықты ағаң бар, жақсы ақын, сол кісіге өлеңдерін тексертіп алшы деген. Мен жаңа өзімше жаңа Шимай Шатпағымды қанша бір 50-60 шақты Шимай Шатпағымды шығарып алып барған. Сол кезде қарады да, ол кісі жай ғана бір айтқан сөзінің өзі сол мына жерде мынау құртыпсың мынау буының, және мына жерде өлең буының артық деген сол кезде менің миыма жетті. Шын мәнінде ол ұйқастан бөлек буын санының да осы жаңағы құйып қойған киімдей тиянақты болып тұру керектігін. Сондай сындар әлі де бар ғой. Мысалы Асқарбек Айдаров көкеміз ағайынымыз, ол кісі де ақын, өздеріңіз білесіздер. Үйге келгенде осы енді біздің әулет үлкен әулет, атамыздың шаңырағы сол келген кезде енді қонақ артылмайтын үй болғаннан кейін баяғыдан ол сол біздің үйде ақын жазушылардың жиі келетін жері болған. Сол сияқты Асқарбек көкеміз келгенде де әсіресе сол кісі жиі қарайды өлеңдерін. Осылай қылса қалай болады, былай қылса қалай болады, кеңесеміз. Түннің бір уағына дейін отырып алып әңгіме айтатынымыз бар сол өлеңдер туралы. Тағы сондай көп. Мысалы ең алғаш осы Ақжол газетіне, Арай газетіне өлеңді беретін кезде, екінші курстың, үшінші курстың, ол кезде осы Егемен Қазақстандағы Хамит Есаман ағамыз, сол жақта тілші, бауырларым деген өлеңді апарып берген, 4 шумақ әлесінде. Соның 4 шумақтың 3 шумағын шығарған, 1 шумағын алып тастаған бірінші. Өйткені әлі сол жаңа жоғарыдағы тақырып. Неге алып тастадыңыз деп, Елдар әпәтемі өлеңнің бірақна бірінші шумақты құртыпсың деп. Соны не үшін құртыппын деп кейін ойланып жүрмін. Сөйтіп қарасам, буын саны артық болған екен. Бұның бәрі сіздің... Оның бәрі мектеп қой. Ақыл, соның бәрі ол сын. Кейіннен түсіндім. Жай ғана айтқанның өзі сол. Сізді қайта шыңдады, өсірді. Жігітке жеті өнерде аз деп, бойыңызда қандай өнер бар? Енді басында ең алғаш кішкентай кезімде сол сурет салуға құмартатын, сурет жақсы салатын, әсіресе жылқы, тазы, енді ауылдың баласы болғаннан кейін көретініміз сол. Суретші болғым келеді, суретші болуды армандайтын. Суретті жақсы салам, енді өнер дейтін болса, ол да өнер ғой, шығармашылық. Одан кейін спортқа жақынмын, жалпы кішкентай кезімнен сол спортқа құмартамын. Енді біздің ауылда жаңағыдай спорт мектебі ондай болмағаннан кейін, спорт залы болмағаннан кейін көрші ауылға баратынбыз. Одан кейін қала берді, ол ауыл алыс болғаннан кейін күреске баратынбыз.
Тағы да тоғызқұмалаққа қатысатынмын. Тоғызқұмалақтан жалпы осы облыстың мен қола жүлдегерімін. Негізі кейде айтып күлемін ғой, мен спортшымын, қандай десе, тоғызқұмалақтан спортшымын деп көрініс. Қола жүлдегерім. Тоғызқұмалақ жақсы ойнайтынмын. Тағы да қандай өнер. Әлде спорттық кейбір жарыстарға воркаут дейміз ғой, қатысып тұрамын. Қазір ғой кішкене. Ән айтасыз? Ән айтамын, содан кейін. Домбыра тартасыз? Домбыра тартамаймын. Ән айтып, студент кезімде өзіміздің сол Талас аудандағы бірнеше аймаққа концерт беріп қайтқаным бар. Өзімше жолдастарым жинап, әншісі бар, бишісі бар, көркем сөз оқитын жігіттер. Бізде менің группаластарым енді мәдениет және өнер кафедрасында оқығаннан кейін бәрі кіл мықтылар. Бірі әнші, бірі биші, бірі күйші дегендей, сондай бір нағыз өнерпаздар болатын. Концерт беріп қайтқан жайымыз да бар. Бір кездер жұлдыз болып былайша айтқанда. Бәрекелді. Туғанда дүние есігін ашады өлең деп, тағы да жырларыңызға кезек берейік. Бұл көктем. Бүгінгі табиғат тамаша, аңдаусыз қалдырмас ешкімді. Көңілге көктеммен таласа құстардың дауысы естілді. Қою бұлт өзгеше өңберген, аспанда тұр бүгін жадырап. Даланы көк кілем көмкерген, қырмызы қызғалда қатырап. Таулар да тамылжып мүлгиді, бусанып бауырын кең жазып. Мен ғана түсінген бұл күйді қиялым, қиырда ең жазық. Барлығы көңілді маңайдың, мейірге толане саябақ. Еске алып, жастығын талайдың, қарттар да көңілге жайалады. Сіркіреп, тамады тамшылар, сиреннің иісі сезіліп, алмасқа қалайша жан шыдар. Мен де алдым бір талын тез жұлып, күтетін үйіме желікпен, мен дағы сағынып жетем ғой. Бұл көктем өзгеше, неліктен айтпақшы үйленген екен ғой. Бәрекелді. Айтысқа көзқарасыңыз қандай? Айтысқа деген көзқарасым өте жақсы. Айтыс көргенсіз бе? Жоқ, айтыс көрмеген. Ендеше студияда қаймайсыз жасайық? Көрейік. Болмайды жақсы жанда көріксіз ой, ақындар ауылынан келіпсіз ғой. Бүгінде сол үрдісті жалғап жүрген өнер мен өлеңге біз серікпіз ғой. Сізді тек биіктерден біз көрейік, уақытқа өлең менен құн төлейік. 3 сағаттық қалауымды көргенше, Жамбылдағы жансусарды жүз көрейік. Тамаша, бәрекелді. Елдар мырза, бүгін алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, әсерлі әңгіме айтып, әдемі өлеңдеріңізді оқып бергеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Әулиелі әулие атаға айтар ізгі ниетіңіз болса тыңдауға әзірміз. Әулиелі әулие атамыздың аспанынан ешқашанда күн сөнбесін, төнбесін, ақындар болсын, жазушылар болсын, барлығы Алаштың арқа сүйер азаматтары сияқты аманат арқалаған, арда туған ардақты азаматтар болсын. Қандай өлең жазса да, қандай шығарма жазса да, бірімізді батыр деп, бірімізді ақын деп қолдап, қолпаштап жүре берейік. Барлық осы өңірдің ғана емес, барша отанымыздың, отбасымыздың тұрғындары осы ашық аспан астында аман болсын. Рахмет, өзіңізде аман жүріңіз. Шығармашылығыңызға толағай табыстар тілейміз. Осымен облыстық халық шығармашылығы орталығының бас редакторы ақын Елдар Боранбекпен болған сұхбат соңына жетті. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған тыныш та бейбіт заманда бақытты да бақуатты ғұмыр кешуімізді Раббымыз нәсіп еткей.